Сізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер қазақ жүздерінің қалай пайда болғаны туралы айтатын боламыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Негізінде қазақ халқының 300-ге бөлінуі, яғни ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз болуына өзіндік себептер бар. Мысалы, көптеген жайылымдарға байланысты немесе көп ғасырлық күрес және тайпалық қауымдастықтардың қазақ халқына бірігу ерекшелігі осы процестің саяси формасының қалыптасуына, яғни қазақ хандығының құрылуына, жүздердің пайда болуына әкеп соқты. Рулардың ұрандары, таңбалары, сол сияқты әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, аңыз-ертегілері, ата-бабаларын жерлеу орындары болған. Бірмен мақтанып, қазақтардың бір-бірімен төбелесуі, әсіресе мектеп оқушыларының төбелесі көбейіп кетті. Сондықтан да қазақ ағалар, аталар, барша қазақ бір-бірімен барынша жәрдем беруге, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болуға тырысайық. Ал осымен видеода аяқталды. Көргендеріңізге көп рахмет. Ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше сау саламатта кездескенше сау болыңыздар достар. Менің видеом саған ұнаса тіркел.